Мен бірақ кредитке қатты слабыймын енді, оны жағын айтып қояйын. Кредитке не деген от души шындық. Кредитке емес, рассрочка деген нәрсеге. Ол артында рассрочка бүйтіп екінші бетін ашсаң кредит деп тұрады ғой, сол ғой. Просто бөліп төлейтін. Андай 0024 деп тұрады ғой, тегін сияқты. 00 дегенді ғана қарап ше. Не деген тегін мынау. 0012, 006, 003-ге бәрін қолданамын. Не бар соның бәрін. Просто бүйтіп. Білмеймін, сондай азартым бар рассрочкаға ше, как будто тегін. Азарт бар ма или моменте ақшам жоқ па? Ақшам болса да мен 0024-ке ол ақшаның жоқтығынан емес, айтшы. Андай мен де андай үйленген соң ақшаның бәрін андай қатты есептеп бөліп жаратасың андай. И өзіңе келгенде қатты батяны түсіндім ғой. Ең конченый кәмпиттерді батя жейтін, ең соңғы зат соған алатын неге екенін түсіндім ғой. Бүйтіп отырасың да әйелім бүйтіп тани аласың ау, қоя бер деп. Мен сосын анау бірінші анау сұрақ шешу керек, потом анау. Бірақ анау рассрочка деген бәле бар да. Вот соны өзіңді бүйтіп қыспаққа алып жүрген заттарды рассрочкамен алысылайын ба деп ойлайсың. Өзіңе обидно да, қымбат наушникті ала саған бір моментте қойшы дейсің да. Бірақ ана рассрочка как будто бір тегін сияқты. Ана бөліп жібересің, 24 ай дейді, айына 7-ақ мың теңге. Ойбай, дымда емес қой деп. Сөйтіп анасы 3-ақ мың теңге, ойбай, дымда емес қой деп. Бір қарасаң 500 мың төлеп шок болып отырасың ба? 500 емес, 290 сондай. Бұныкі сондай. Мен бір рет андай сөйтіп заттар алам ғой. Алам, ананы алам, мынаны алам. И бәрі қарасам 290 мың төлеп жатырмын да. 290 мыңға мен ана затты ала саламын негізі. И сол календарь платежей дегенді ашам ғой. 24 дейтін алдымыздағы 2 жыл екен ғой. Шындық деген нәрсе ғой ана. Ана ашамда не бәле мен қашанна ямыға кіріп кеткем, йоп, дегедек дем, анау еще ана айлар топ тұрады ғой, төлейтін таусылмайды еще ана 292, 248, бір қарасаң қайттан 300 болып тұр. Бля, жындыма ана айларда не істегем мен деп. Сөйтіп ана тұспай бір күні бүйтіп 43 мың, 12 мыңға түскен кезде қайттан 80 мың, 90 мың, не болып кетті.